Маған Құранға түсуге көмектескен кітаптармен бүгін сіздермен бөлісетін боламын. Ол бірінші Мұғалім Сәни өте атақты кітап. Бұл кітап жалпы алфавит үйренуге, әріптерді қосуға өте керемет көмектеседі. Бұл прям база десек те болады бұл кітапта. Және Мұғалім Сәнидің осы жерде ютубта қарасаңыздар арнайы видео сабақтары бар. Сол видео сабақтарды қарап тезірек меңгеруге жақсы көмектеседі. Одан кейін екінші, біз бұл кітапты мешітте оқып жатырмыз. Оған дейін білмеппін. Осы кітап авторын тоже ұмытып қалдым. Және де бұл кітапта өте керемет ережелер бар. Егер де осы YouTube каналды осы кітаппен бірге қарасаңыздар, эффективный болады. Осы менің деңгейімді, жаңа тұрып қалған деңгейімді көтеруге көмектесті. Яғни мен көп ережелерді түсінбейтінмін, қалай болады деген секілді. Осы кітап пен YouTube каналының арқасында мен деңгейімді жақсы көтеріп жатырмын. Және де үшінші кітап, ол тоже жақында өзім танысқан болатынмын. Бұл жерде жақсы жері видео сабақтармен жүреді екен. Яғни QR-кодты сканерлесеңіздер, арнайы видео сабақтары жүреді. Сондықтан өте ыңғайлы. Және де егер де осы үш тәсілдің, осы кітаптардан неше түрлі ережелерді қарап, егер де деңгейлеріңіз көтерілмей жатса, Құранға түсе алмай жүрсеңіздер, онда жаңағыдай офлайн сабақтарға баруға кеңес беремін. Мешіттерге немесе арнайы ұстаздарға офлайн сабақтарға барсаңыздар, сіздер қиналып жүрген ережені 5 минутта солай түсініп аласыздар да, солай Құранға түсу процесі өте жеңілдейді. Сондықтан осы ақпаратты барша жақындарыңызбен бөлісіңіздер, Құранға түскісі келіп жүрген. Өзім бұл ақпаратты көп іздегендіктен менің ниетім осылай адамдарға да пайдалы болсын. Сондықтан достарыңызбен бөлісіп қойыңыз.